Физиотенс немесе ішіндегі белсенді заты максанидин деп аталынады. Бұл препаратты біз қалай дұрыс қабылдау керекпіз? Күнде қабылдауға болады ма, немесе тек қана жедел жәрдем препараты ретінде ғана қолдану керек пе? Егер қабылдайтын болсақ, дозасы қандай болу керек? Кімдерге беруге болады, кімдерге беруге болмайды? Кері әсерлері қандай деген сияқты өте маңызды сұрақтардың жауабын бүгінгі сабақта сіздермен бірге іздейтін боламыз. Каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Ерден Еменханұлы, дәрігер терапевтпін. Сабағымызды бастамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліңіз. Әр апта осындай медицинада оқитын студенттерге, интерндарға, резиденттерге және дәрігерлерге арналған өте пайдалы ақпараттар шығып тұрады. Барлығымыз физиотенстің артериалдық гипертензия кезінде жоғары қан қысымды түсіру үшін қолданылатынын білеміз. Бірақ та бұл дәрінің нақты әсер ету механизмі қандай? Қан қысымды қалай түсіреді? Біріншіден осыған тоқталайық. Оны түсіну үшін мына суретке назар аударыңыздар. Мына жерде бізде мидың суреті көрсетілген, және де бұл мидың ми бағанасы деген бөлігі бар. Ол мына жерде орналасқан. Ми бағанасының бізде 3 бөлігі бар. Біріншісі ол ортаңғы ми, екіншісі ол ми көпірі деп аталынады, және де соңғысы үшінші бөлігі ол бізде сопақша ми. Сопақша ми арқылы жалпы ми бізде жұлынмен байланысқан. Енді бұл сопақша мида жалпы біздің ағзамыздағы қан қысымды теңшеп тұратын, регуляция жасап тұратын, сонымен қатар жүректің қағысын, жүректің жиырылғыштығын реттеп тұратын арнайы центрлар бар, нейрондар бар. Сол нейрондар бізде осы сопақша мида, медула облонгатада орналасқан. Енді сопақша мидағы бұл нейрондардың арнайы рецепторлары бар. Ол рецепторларды біз бірінші типтік имидазолин рецепторлары деп атаймыз. Бұл рецепторлардың негізгі қызметі ол жалпы мына орталық жүйке жүйесінен шығатын симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігін төмендету. Ал егер де симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігі төмендейтін болса, онда білесіздер, бізде жүрек қағысы төмендейді, жүректің жиырылғыштығы төмендейді. Сонымен қатар бізде қан тамырлары кеңейіп, қан тамырларының бұлшықеттері босаңсып, вазодилатация болады. Ал егер де қан тамырларда вазодилатация болатын болса, онда бізде қан қысым төмендейді. Енді физиотенс бұл жерде қалай қан қысымды түсіреді? Қараңыздар. Физиотенс осы сопақша мида орналасқан жаңағы нейрондарға барып, сол нейрондардағы бірінші типтік имидазолин деген рецепторға барып жалғанады. Сөйтіп бұл рецепторлардың белсенділігін арттырады, яғни активация жасайды. Егер де бұл рецепторлар активация жасайтын болса, жаңа мен айтқанымдай, симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігі төмендейді. Ал симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігі төмендейтін болса, онда жаңағы біздің қан тамырлар, әсіресе артериялар бұлшықеттері босаңсып, артериялар кеңейеді, яғни вазодилатация болады. Сөйтіп біз қан қысымды түсіреміз. Басқаша айтқан кезде бұл жерде физиотенс бізде орталыққа әсер ететін дәрі, яғни препарат центрального действия дейміз, орысша айтқан кезде. Бұны мынандай бір дәрімен салыстырсақ болады. Қан қысымды түсіру үшін жиі қолданатын бізде амлодипин деген препарат бар. Қазақстанда енді караним деген атпен танымал, норваск, нормодипин деген аттармен танымал. Бұл амлодипин тікелей қан тамырға барып, қан тамырдың бұлшықеттерін босаңсытып, дәл осылай вазодилатация жасап, қан қысымды түсіреді. Яғни бұл амлодипин бізде периферияға әсер етеді, тікелей қан тамырларға әсер етеді. Ал максанидин немесе физиотенс болса, ол орталыққа әсер ету арқылы бұл қан тамырларды кеңейтіп, қан қысымды түсіреді. Сондықтан да бұл орталыққа әсер ететін препарат деп айтамыз. Физиотенс негізі бұрындары жиі қолданылған клофелин немесе клонидин деген атпен танымал қан қысымды түсіретін дәрінің немересі деп айтсақ болады, немесе екінші буыны, жаңа шыққан түрі деп айтсақ болады. Бұрындары қан қысымды түсіру үшін, әсіресе мынау гипертониялық криз болған кезде жиі қолданылатын дәрі осы клофелин болатын, немесе клонидин. Өйткені бұл гипертониялық криз кезінде қан қысымды өте жақсы түсіретін болған. Енді бұл клофелин мен физиотенстің қандай айырмашылығы бар? Соған тоқталайық. Қараңыздар. Клофелин немесе клонидин бізде жаңағы физиотенс әсер ететін бірінші типтік имидазолин рецепторларына да әсер етеді. Және соны қолданып, бұл препарат қан қысымды түсіреді. Бірақ одан бөлек клофелиннің немесе клонидиннің қосымша әсерлері бар. Ол бізде мына орталық жүйке жүйесінде орналасқан нейрондардың альфа-2 адренин рецепторлары болады. Клонидин тек қана жаңағы сопақша мидағы бірінші типтік имидазолин рецепторларына ғана барып жалғанбайды. Ол еще біздің орталық жүйке жүйесіндегі басқа нейрондардағы альфа-2 адренин рецепторларына да барып жалғанады. Сөйтіп бұл альфа-2 адренин рецепторларына барып жалғанып, оны активация жасағаннан кейін, белсенділігін арттырғаннан кейін пациентте бізде қан қысым төмендеуден басқа қосымша симптомдар немесе белгілер болады. Олар қандай десеңіз, ол ауыздың құрғауы және седация, яғни пациентте өте қатты ұйқышылдық, шаршағыштық пайда болады. Басқаша айтқан кезде клофелин немесе клонидин физиотенспен салыстырғанда қан қысымды ғана түсірмейді, сонымен қатар оның кері әсерлері де
жиі кездеседі. Жаңа айтқандай ауыздың құрғауы өте қатты болады бұл пациенттерде, және де ұйқышылдық, шаршағыштық деген сияқты кері әсерлер де жиі кездеседі. Ал физиотенста ондай кері әсерлер өте сирек немесе мүлдем жоқ. Өйткені физиотенс тек қана сопақша мидағы нейрондардың бірінші типтік имидазолин рецепторларына ғана әсер етеді. Ол альфа-2 адренал рецепторларына мүлдем әсер етпейді, немесе өте аз мөлшерде ғана әсер етеді. Одан бөлек қазіргі таңда біз клофелин немесе жаңа клонидин деген препаратты практикада қолданбаймыз. Қолданыстан бұл шығып кетті. Оның тағы бір себебі бар. Жаңа мен айтқан кері әсерлердің көп болуынан бөлек клофелиннің тағы бір өте қауіпті кері әсерлі бар. Ол бізде рикошет синдромы немесе синдром рикошета деп атаймыз. Себебі егер де пациент бұл клофелинді тұрақты түрде қабылдап жүріп, оны тастап кететін болса, онда қан қысым бірден өте жоғары көрсеткішке қарай көтеріліп кетуі мүмкін. Және де пациентте гипертониялық криз болуы мүмкін. Яғни қан қысым бізде 220-120-ға дейін көтеріліп кетуі мүмкін, немесе одан да көп болуы мүмкін. Басқаша айтқан кезде қан қысымды түсіру үшін қолданатын препаратты, клофелинді, егер пациент ұмытып кетіп немесе мүлдем тастап кететін болса, осындай өте қауіпті гипертониялық криздар болады. Және сол бұл гипертониялық криздің әсерінен пациентте инфаркт болып жатуы мүмкін, немесе инсульт болып жатуы әбден мүмкін. Одан бөлек бұл препаратты егер адам тастап кететін болса, жүрек айну және құсу, сонымен қатар қатты дірілдеу немесе үрей сезімі пациенттерде жиі кездесіп жатады. Сондықтан да бұл препарат бізде практикадан уже шығып кетті. Қазіргі таңда ешкім бұны қан қысымды түсіру үшін қолданбайды. Ал физиотенсқа тоқталатын болсақ, ода бұндай рикошет синдромы болмайды. Өйткені физиотенс біздің ағзамыздан өте ақырын шығарылады, және ол қан қысымды 12 сағат бойы ұстап тұра алады. Сондықтан да физиотенсті біз тастаған кезде, бұндай клофелинді тастаған кездегі сияқты гипертониялық криздар болмайды. Және де сондықтан да физиотенсті клофелинмен салыстырған кезде қауіпсіздік жағынан жақсы. Екіншіден әсері де жақсы. Өйткені физиотенс бізде қан қысымды жақсырақ түсіреді, және де ұзағырақ сол қан қысымды ұстап тұра алады. Сондықтан да қазіргі таңда клофелиннің орнына біз физиотенсті қолданамыз. Енді бізде мынандай сұрақ туындайды. Физиотенсті біз препарат скорой помощи ретінде қолдану керекпіз ба, немесе күнделікті қабылдайтын базистік антигипертензивті препарат ретінде қабылдау керекпіз ба? Осы сұраққа қазір мен жауап іздейік. Біріншіден, физиотенстің ең негізгі қолдану мақсаты ол жедел жәрдем препараты ретінде, яғни препарат скорой помощи. Басқаша айтқан кезде, егер пациентте қан қысым бірден жоғары болып кетсе, немесе гипертониялық криз болып кетсе, сол кезде физиотенсті біз негізі қолданамыз, және де бұның негізгі мақсаты да сол. Неге? Оның себебі физиотенсті біз қабылдаған кезде оның әсері өте тез басталады. Мысалы, бұның таблеткасын ішкен кезде әсер етуі шамамен 15-30 минуттан кейін басталып кетеді. Бұл біріншіден. Яғни пациентте мысалы қан қысым бірден көтеріліп кетсе, гипертониялық криз болатын болса, қан қысымды түсіру әсері өте тез басталады физиотенстің. Сондықтан да бұны біз жедел жәрдем препараты ретінде қолданамыз. Екіншіден, егер пациентте гипертониялық криз болатын болса, мысалы 220 және де 120 болсын пациенттің қан қысымы, гипертониялық криз болып отыр. Бұндай ситуацияда егер пациентке біз физиотенс беретін болсақ, бұл қан қысымды шамамен 15-20%-ке түсіреді. Алғашқы сағаттарда, мысалы, алғашқы 2 сағат, 3 сағат, 5 сағат, 6 сағат деген сияқты. Шамамен осы уақыт арасында қан қысымды 15-20%-ке түсіреді. Бұл жақсы. Неге? Өйткені пациентте егер гипертониялық криз болатын болса, біздің мақсатымыз мына қан қысымды бірден 120-да 80-ге түсіру емес. Егер де осылай істейтін болсақ, пациенттің денсаулығына өте үлкен зиян тигіземіз. Неге? Өйткені егер де біз мынандай жоғары қан қысымнан бірден осындай қан қысымға секіретін болсақ, пациентте органдардың зақымдалуы болуы мүмкін. Ишемиялық инсульт болуы мүмкін, бүйректің зақымдалуы болуы мүмкін, инфаркт болуы мүмкін. Сондықтан да бұның алдын алу үшін біз гипертониялық криз кезінде қан қысымды өте ақырын түсіреміз. Алғашқы сағаттарда 15-20%-ке түсіру бізге жеткілікті. Ал егер де керісінше біз бірден қан қысымды түсіріп жіберетін болса, қатты, онда пациентке біз зиян тигізіп жібереміз. Сондықтан да физиотенсті біз берген кезде бұл біз қалағандай гипертониялық криздің қан қысым көрсеткішін алғашқы сағаттарда шамамен 15-20%-ке түсіреді. Және бұл өте жақсы. Бұл ғылыми зерттеулермен дәлелденген. Ғылыми зерттеулерде мысалы пациентте гипертониялық криз болған кезде, оларға физиотенс берген кезде қан қысым шамамен 15-20%-ке төмендеген. Және де үшінші себеп, физиотенстің әсері шамамен 12 сағатқа созылады. Бұл өте жақсы. Өйткені пациентке бұл дәріні бергеннен кейін қан қысымды түсіреді, және сол түсірген қан қысымды шамамен 10-12 сағат бойы бұл физиотенс сақтап тұра алады. Сонымен қатар физиотенстің таблеткасын бүйтіп алып қарасаңыздар, негізі оның сыртын арнайы осындай қабыршықпен, оболочкамен осылай қоршайды, орайды. Ол жердегі мақсат бұл таблетканы әрине ішке қабылдасын деп солай жасайды.
Сондықтан да бұл дәріні егер біз тілдің астына салатын болсақ, ол жерде әсері дұрыс болмайды, дәрі бізде дұрыс сіңбеуі мүмкін, немесе мүлдем ол жерде ыдырап кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл физиотенсті біз ішке қабылдау керекпіз. Және мына жерде қарасаңыздар, міне как раз солай жазылып тұр. Яғни таблетканың сырты қоршалған, арнайы оболочкамен. Енді бұл препаратты біз жедел жәрдем, яғни препарат скорой помощи ретінде қолданған кезде қалай беру керекпіз, қандай дозада беру керекпіз, соған тоқталайық. Жалпы физиотенстің таблеткасын қарасаңыз, ол жерде 2 дозамен сатылады. Біріншісі ол 0,2 мг болуы мүмкін, немесе 0,4 мг болуы мүмкін. Егер де пациенттің қан қысымы шамамен 160-170 болатын болса, ондай кезде шамамен 0,2 мг беру бізге жеткілікті. Ал егер де бұдан да жоғары болатын болса, онда 0,4 мг қолданған дұрыс болады. Енді бұл жерде мына бір затты ескеру керекпіз. Физиотенстің тәуліктік максималды дозасы 0,6 мг. Мысалы, егер де сіз пациентке 0,2 мг берген болсаңыз, бір рет, онда сіз келесі жолы сол күні максимум 0,4 мг бере аласыз. Немесе егер де сіз пациентке 0,4 мг берген болсаңыз, онда сіз келесі дозаңыз, сол тәулікте максимум 0,2 мг бере аласыз. Бұдан артық беруге болмайды, өйткені физиотенстің бір күнде, яғни бір тәулікке максималды бере алатын дозамыз 0,6 мг. Практикада өзім жиі көретінім, кейбір пациенттерге мысалы физиотенсті 0,4 мг-нан 2 рет беріп жатады. Немесе 0,6 мг-нан 2 рет беріп жатады. Бұл өте үлкен қателік, өйткені бұл препараттың максималды дозасы бізде 0,6 мг. Егер одан көп беріп жүретін болсақ, онда пациентте әртүрлі кері әсерлер болуы мүмкін, улану болуы мүмкін. Осыны естеріңізге жақсылап тұрып сақтап алыңыздар. Енді физиотенстің негізгі мақсаты ол жедел жәрдем препараты, яғни препарат скорой помощи. Бірақ та мынандай бір сұрақ туындайды. Бұл физиотенсті біз күнделікті, тұрақты түрде қабылдайтын базистік антигипертензивті препарат ретінде қолдансақ болады ма? Бұл сұрақтың жауабына қазір сіздермен тоқталайық. Және де бұл сұрақтың жауабы болады. Физиотенсті біз базистік күнделікті ішетін антигипертензивті препарат ретінде берсек болады, бірақ бұл жерде үлкен бір нюанс бар. Ол қандай десеңіздер, бұл физиотенсті біз базистік антигипертензивті препарат ретінде 4-ші линиялық немесе 5-ші линиялық дәрі ретінде ғана беру керекпіз. Яғни пациентте базистік антигипертензивті препараттардың 1-ші, 2-ші, 3-ші линиялары басқа дәрілер болады. Тек осы алғашқы 3 линиялық препараттар көмектеспеген жағдайда, қан қысымды немесе мүлдем түсіре алмаған жағдайда, немесе қан қысымның мақсатты көрсеткішіне жеткізе алмаған жағдайда ғана біз 4-ші немесе 5-ші препарат ретінде физиотенсті қоссақ болады. Енді бұл жерде мынандай сұрақ туындайды. Неге біз физиотенсті 1-ші линиялық препарат ретінде, 2-ші линиялық немесе 3-ші линиялық препарат ретінде қолдана алмаймыз? Оның жауабы мынау. Жалпы біз артериялық гипертензияны емдеген кездегі негізгі мақсатымыз не? Негізгі мақсатымыз қан қысымның көрсеткішін түсіру ғана емес. Одан бөлек біздің тағы бір өте маңызды мақсатымыз бар. Ол осы артериялық гипертензиядан болатын органдардың зақымдалуын алдын алу. Мысалы, егер де пациентте артериялық гипертензия болатын болса, жоғары қан қысым болатын болса, не болуы мүмкін? Жүрек зақымдалуы мүмкін. Мысалы, пациентте инфаркт болуы мүмкін, жүрек жеткіліксіздігі болуы мүмкін, ми зақымдалуы мүмкін, пациентте ишемиялық инсульт болуы мүмкін, немесе геморрагиялық инсульт болуы мүмкін, бүйрек зақымдалуы мүмкін, мысалы, созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі немесе жіті бүйрек жеткіліксіздігі болуы мүмкін, көздері зақымдалуы мүмкін, ретинопатиялар болуы мүмкін, немесе жалпы қолдағы, аяқтағы артериялар зақымдалуы мүмкін, атеросклероз арқылы. Сондықтан да біз артериялық гипертензияны емдеген кездегі негізгі мақсатымыз осы өте қауіпті, өте қорқынышты, және де Қазақстан бойынша ең көп адам қайтыс болатын осы аурулардың алдын алу. Ал енді бізде осы аурулардың алдын алатын базистік антигипертензивті препараттар бар. Сол препараттарды біз 1-ші, 2-ші, 3-ші линия ретінде қолданамыз. Өйткені олар тек қана қан қысымды ғана түсірмейді. Сонымен қатар жүректі қорғайды, миды қорғайды, бүйректі қорғайды, көзді қорғайды және біздің артерияларымызды қорғайды. Осындай қауіпті аурулардың алдын алады. Ол қандай препараттар десеңіздер, олар бізде үлкен 4 группа. Біріншісі бізде ангиотензин айналдырушы фермент ингибиторлар, немесе орысша айтсақ ингибитор АПФ дейміз, немесе қысқаша прилдар деп атаймыз. Екінші ангиотензин рецепторының блокаторлары, немесе БРА деп қысқаша тоже айтамыз орысша, немесе сартандар деп те тоже біз қолданамыз атауды. Үшінші бізде кальций каналдарының блокаторлары. Төртінші бізде тиазиттік немесе тиазид тәрізді диуретиктер. Бұл 4 препарат
бізде базистік бірінші, екінші, үшінші линияға жататын антигипертензивті препараттар болып есептелінеді. Бұларды қолданған кезде біз тек қана қан қысымды ғана түсірмейміз. Сонымен қатар пациенттің бүйрегін қорғаймыз, жүрегін қорғаймыз, миын қорғаймыз, қан тамырларын қорғаймыз. Осындай өте жақсы әсерлер бар. Сондықтан да бұларды біз бірінші, екінші, үшінші линия ретінде әрдайым пациентке тағайындаймыз. Бұлар уже ғылыми зерттеумен кәдімгідей дәлелденген. Бүкіл әлемдік клиникалық рекомендацияларды ашыңыз, бірінші, екінші, үшінші линиялық ретінде осы 4 группаға жататын препараттар жүреді. Енді мына жерде бір сұрақ туындайды сізде. Мына жерде 4 группа препаратты көріп тұрмыз. Ал сіз айтып отырсыз 1, 2, 3 линия. Мына жерде 4 препарат қой. Қалай бізде 3-ақ линия болып тұр деген сияқты сұрақ туындайды. Оның себебі мына екі прилдар мен сартандарға келетін болсақ, екеуін бірге қолдануға болмайды. Либо сіз прилдарды қолданасыз, немесе сартандарды қолданасыз. Сондықтан да мына екеуінің біреуін ғана қолданамыз, а мына екеуін қолдана беруге болады. Бірге қоса беруге болады. Тек прилдар мен сартандарды бірге қосуға болмайды. Бұл препараттар жайлы қалай тағайындау керек, қандай препараттар ең мықты, қандай препараттар ең күшті, қандай дозада беру керек деген сияқты сұрақтарға байланысты менің YouTube каналымда арнайы сабақ бар. Сол жерден толығырақ ақпарат аласыздар. Міндетті түрде қарап шығыңыз. Сондықтан да біз пациентке мысалы прил немесе сартан, сонымен қатар жаңағы кальций каналының блокатор және тиазиттік диуретик берген кезде 3 препарат береміз. Мына екеуінің біреуін ғана береміз. Осы 3 препарат группасын берген кезде, егер пациенттің қан қысымы түспейтін болса, мақсатты қан қысым көрсеткішіне жетпеген болса, сол кезде ғана біз 4-ші линия немесе 5-ші линия ретінде бізде резервте тұрған препараттарды қолданамыз. Олар бізде спирнолактон немесе верашпирон деген атпен танымал. Бета-блокаторлар, мысалы бисопролол немесе максанидин, жаңағы физиотенс. Бұлар бізде 4-ші немесе 5-ші препарат ретінде қолданылады, резервте тұрған препараттар. Тек қана мына алғашқы 3 линияның препараттары көмектеспеген жағдайда ғана біз физиотенсті қолданамыз. Физиотенс жаңағы қан қысымының көрсеткішін түсіреді, бірақ та өкінішке орай ол біздегі жаңағы органдардың зақымдалуын алдын ала алмайды. Сондықтан да бұл физиотенсті біз 4-ші немесе 5-ші линиялық препарат ретінде қолданамыз. Әсіресе 4-ші линиялық ретінде берсек болады, егерде пациентте артық салмақ және де преддиабет болатын болса. Өйткені артық салмағы бар және преддиабет бар пациенттерде инсулинна резистенттілік деген жағдай болады. Яғни ағзаның инсулинға деген сезімталдығы төмен болады. Бұның бір себебі артық салмақ. Және сонымен қатар бұл артық салмағы бар преддиабет бар пациенттерде көбінесе артериялық гипертензия деп болып жатады. Егерде біз бұл пациенттерге физиотенсті қолданатын болсақ, физиотенс тек қана қан қысымды ғана түсірмейді, сонымен қатар жаңағы инсулина резистенттілікке де әсер етеді, яғни инсулиннің сезімталдығын арттырады. Ол қалай? Мен айттым, физиотенс бізде сопақша мидағы бірінші типтік имидазолин рецепторлардың белсенділігін арттырады. Егер бұның белсенділігі артатын болса, симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігі төмендейді. Ал симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігі төмендесе, онда инсулиннің жасушалардағы сезімталдығы артады. Резистенттілік бізде төмендейді. Яғни инсулин көбірек глюкозаны жасушалардың ішіне кіргізе алады. Мына затты жаттап алыңыздар. Симпатикалық жүйке жүйесі мен инсулин бір-біріне қарама-қарсы бағытта жұмыс жасайды. Егер симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігі артатын болса, онда біздің ағзамызда глюкагон, адреналин деген сияқты гормондар бөлінеді, инсулиннің қызметін біз басып тастаймыз. Инсулиннің сезімталдығын басып тастаймыз. Ал егер керісінше симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігі төмендейтін болса, онда бұл глюкагон, адреналин деген сияқты гормондардың мөлшері азаяды бізде, инсулиннің мөлшері көбейеді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бұл физиотенс бізде симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігін басатын болғандықтан инсулиннің бізде мөлшері көбейеді, сезімталдығы артады. Соның арқасында біз жаңағы преддиабет кезіндегі глюкозаның артық мөлшерін азайта аламыз және сонымен қатар қан қысымды да түсіре аламыз. Енді егерде біз физиотенсті тұрақты түрде күнде қабылдайтындай қылып беретін болсақ, яғни базистік антигипертензивтік препарат ретінде қолданатын болсақ, оны қалай беру керекпіз, қандай дозада беру керекпіз, соған тоқталайық. Қараңыздар. Жалпы физиотенстің әсер ету уақыты, яғни қан қысымды ұстап тұратын уақыты шамамен 12 сағат. 12 сағаттан кейін бұл физиотенстің әсері кете бастайды, толықтай. Сондықтан да физиотенсті біз күніне 2 рет беру керекпіз. Сол кезде 24 сағат бойы біз қан қысымды төмен ұстап тұра аламыз. Сондықтан да егерде біз пациентке 0,2 мг беретін болсақ, онда бұны күніне 2 рет бере аламыз. Күніне 2 рет. Ал егерде біз пациентке 0,4 мг берсек, онда таңертең 0,4 мг, кешкісін максимум біз 0,2 мг ғана бере аламыз. Өйткені жаңа айтқанымдай, физиотенстің тәуліктік максималды дозасы 0,6 мг.
Сондықтан да егер таңертең 0,4 беретін болсақ, кешкісін біз максимум 0,2 миллиграмм ғана бере аламыз. Бұл жерде 0,4 беруге болмайды. Немесе 0,6 беруге болмайды. Енді қараңыз, бұл жерде бір үлкен бір исключение бар. Физиотенсті біз бір ауру кезінде екінші линиялық немесе үшінші линиялық препарат ретінде қолдана аламыз. Ол қай кезде десеңіздер, егер пациентте ауыр дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігі болатын болса, яғни пациентте мысалы 4-ші сатыдағы немесе 5-ші сатыдағы созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі немесе ХБП дейміз, орысша қысқаша айтқан кезде болатын болса, немесе пациент диализге дайындалып жүрген болса, немесе пациент диализде болатын болса, ондай кезде біз максанидинді қолдансақ болады. Өйткені максанидин бұл жерде жақсы әсер етеді. Және де ол диализ кезінде диализ арқылы ағзадан шығарылмайды. Сондықтан да бұл ХБП бар пациенттерде қан қысым көбінесе жоғары болады, артериалдық гипертензия болады. Вот сондай кезде жаңағы препарат выбора ретінде біз осы физиотенсті қолдансақ болады. Алайда бұл жерде бір нюанс бар. Егер де біз бұл пациенттерге қолданатын болсақ, онда физиотенстің тәуліктік дозасы 0,4 миллиграммнан аспағаны дұрыс болады. Енді физиотенсті қашан мүлдем қолдануға болмайды? Қандай пациенттерге мүлдем физиотенсті қабылдауға болмайды? Қандай кері көрсеткіштер, қарсы көрсеткіштер, противопоказаниялар бар, соларға тоқталайық. Біріншісі, егер пациентте жиі брадикардия болатын болса, мысалы жүректің жиырылу жылдамдығы немесе ЧСС, егер пациентте 55-тен немесе 60-тан төмен болатын болса, бұл пациенттерге физиотенсті қабылдауға болмайды. Немесе пациентте бір брадиаритмия болатын болса, жаңағы жүректің жиырылу жылдамдығын төмендететін аритмияның бір түрі болатын болса, онда бұл физиотенсті беруге қолдануға болмайды. Неге? Өйткені физиотенс жүректің жиырылу жылдамдығын төмендетуі мүмкін. Өйткені жаңағы физиотенс бізде симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігін төмендетеді. Сол төмендеген кезде бұл симпатикалық жүйке жүйесі жалпы жүректің жиырылғыштығына, жүректің жиырылу жиілігіне де әсер еткендіктен пациенттің ЧСС немесе жүректің жиырылу жылдамдығы төмендеуі мүмкін. Ал бұл егер пациентте итак брадикардия болатын болса, одан сайын ары асқындырып жіберуі мүмкін. Екінші беруге болмайтын жағдай, егер пациентте жүрек жеткіліксіздігі болатын болса, онда мүлдем физиотенсті беруге болмайды. Өйткені жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттер егер физиотенс қабылдайтын болса, онда олардың жағдайы күрт нашарлайды, прогнозы нашарлайды. Бұны біз ғылыми зерттеуден білеміз. Өте бір үлкен ғылыми зерттеу жасалынған. Бұл жерде жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге максанидин немесе физиотенсті беру арқылы әсері қандай болады? Жүрек жеткіліксіздігі кезінде пациенттердің өмір сүруін жақсарта ма деген сияқты мақсатта тексеру үшін физиотенсті пациенттерге береді. Яғни жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге қолданады. Енді бұл ғылыми зерттеудің нәтижесі бойынша жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттер физиотенсті қабылдап бастаған кезде жағдайлары күрт нашарлап, және сонымен қатар сол группадағы пациенттерде өлім көбейіп кеткен. Сондықтан да бұл ғылыми зерттеуді алдын ала аяқтап қорытынды шығарады. Яғни результатын ғылыми зерттеуді соңына дейін апармайды, орта жолда тоқтайды. Өйткені көп пациенттер уже жағдайлары нашарлап жатыр, даже кейбіреулері қайтыс болып жатыр. Сондықтан да бұл ғылыми зерттеуді алдын ала ерте тоқтатып қояды. Және де нәтижесі бойынша физиотенсті жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге мүлдем қолдануға болмайды. Яғни противопоказание болып есептелінеді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабағымыз пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде басқа да таныстарыңызбен, медицина жүрген адамдармен бұл сабағымызды бөлісіңіз, каналымызға тіркеліңіз. Әр апта осындай өте пайдалы ақпараттар шығып тұрады.